Мұхаббат жаңа жоғарыда айтып өттіңіз, айрым ұстазларым осы сардар болуына қарсы деп, hamda сол уақытта сондай уақытларда болған шығар өзіңіздің өміріңізде де, сол сардарлық себебі ұстазларыңыздан бақыр сезген уақытларыңыз. Һәм сол уақытта сіз ұстазларыңызға қандай сенім бересіз, яғни сардарлыққа деген олардың көзқарасын қалай өзгерткенсіз? Бұл пікірлерге мен алдылары э'тибар бермей тұрған едім. Өзім өткен жылдан басталды ғой, өзі мен город сардар болу. Ол кездерде э'тибар бермейтін болған едім. Өзімнің жолыммен, өзімнің ойыммен жүретін едім. Бірақ та биыл қандайдыр бір менде пауза болды сардарлығымда. Бір ұстазымның айтқаны қатты батып кетті. Сардарлықтан азғанша уақыт қалмай шыққанмын. Кейіншелік болса директорым Арзегүл апа қош жарма мені қайттан кабинетіне шақырып алып, сен сардарлыққа қайттан кір деп айтты. Кейіншелік болса мен ұстазларыма айтқанмын, мен биылда осы ең үлгілі район қаласы сардарлар кеңесі таңдауына қатынасып Өзбекстан басқышында бірінші орынды аламын елі мектебіміздің атын шығарамын деп айтқанмын. Һәм сол уақытларда сенімін ақлағанмын. Ұстазларыңызға берген сеніміңізді ақлауыңызға біз тілектеспіз. Мұхаббат енді болса біз үшін ажыратылған уақытта ой шумағына жету алдында тұрған екен. Біз сізбенен сәубетлесуімізді давам еттіргіміз келеді, бірақ уақытымыз шекленген. Келін енді болса осы көрсетуімізге болған пікір ұсыныстарыңызды білдіріп өтсеңіз болады. Бұл көрсетуге ең әуелі шақырғаныңыз үшін үлкен рахметлер айтамын. Бұл көрсету ең қабілетлі һәм ең іскерлі жастарды жаратады һәм осы көрсетуіңіз арқылы танылмаған жастар танылады. Менің тілегім осы көрсетуіңіздің мемаларды һәм ықыласпенділерді көбейе берсін, өрлей берсін, гүлдей берсін. Рахмет, Мұхаббат, сіздің де алтыннан қымбат уақытларыңызды біз үшін ажыратып келген үшін өз minnettarchiligimizni bildiramiz. Endi bo'lsa bugungi ko'rsatuvimiz shu ma'noda жетті. Xo'sh, sog' salomat bo'ling.